Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін классикалық бисквит жасап үйренеміз. Осы бір рецепт негізінде сіздер начинка және кремін ауыстыра отырып, бірнеше торттар жасай аласыздар. Ал ендеше бастайық. Рецепттің өзі қарапайым, бірақ жасау жолында бірнеше ескертулер бар. Соларға мән беріңіздер. Мен сіздерге бисквитті жұмыртқаны өлшеу арқылы жасауды үйретемін. Сондықтан бізге таразы керек, жұмыртқа, қант, ұн және тағы қажетті нәрсе ол бізге илеуіш, ол әртүрлі болуы мүмкін, және де миксер. Ең алдымен миксердің ыдысын таразыға қойып өлшеп аламыз. Мен мына ыдыстың салмағын жаттап алғанмын, 400 грамм. Сіздер де бір жерге жазып алыңыздар, телефонға бір жерге сақтап қойыңыздар, ол сіздерге әр кезде керек болады. Енді оны алып, жұмыртқамызды жарып аламыз. Бұл рецепт арқылы сіздер өздеріңіз бисквиттің көлемін өзгерте аласыздар. Сондықтан мұқият қарап үйреніп алыңыздар. Міне, біздің жұмыртқамыздың салмағы 311 грамм болды. Осы санды естеріңізге сақтап, телефондарыңызға бір жерге жазып алыңыздар. 311 грамм. Сіздерде әрине басқа көрсеткіш болуы мүмкін, өйткені жұмыртқаның көлемі әртүрлі болады. Есімізде сақтап алдық та, енді жұмыртқаны миксерлейміз. Ал енді жұмыртқаны не үшін өлшедік? Осы санды біз екіге бөліп, қант және ұнның көлемін шығарамыз. Яғни 311-ді екіге бөлгенде 155 плюс-минус 1-2 грамм. Енді қантымызды өлшеп аламыз. Мен сіздерге бір жола осы әдісті үйретуді жөн көрдім. Себебі бұл өте ыңғайлы әдіс, болашақта бисквиттің көлемін өздеріңіз есептеп шығара аласыздар. Қантымызды өлшеп алдық, енді біртіндеп массамызға жібереміз, жақсылап миксерлейміз, білесіздер, иә, массамыз ұлғаяды, ағарады. Ал енді ұнымызды өлшейік. Осы уақытта кольцомызды дайындап аламыз да, духовкамызды қосып қоямыз. Менде разъемное кольцо, астына фольга қойып, осылай жан-жағын қысып шығамын. Ал біз сіздермен ең жауапты кезеңге келдік. Онды міндетті түрде илеп алу керек. Немесе алдын ала, немесе осылай процесте. Онды біртіндеп илеп отырып қосамыз, және лопаткамен асықпай, үстінен астына айналдырып отырып араластырамыз. Түбінде ұн қалып қою мүмкін, сондықтан мұқият араластырыңыздар. Асықпай, бірақ тым баяу созып жібермеңіздер. Жұмыртқа көлемін жоғалтпау керек. Негізінде бұл рецептте қопсытқыш жоқ, бисквит өзі де жақсақ көтеріледі, ал күмән дәнсаңыздар, бір шай қасық қопсытқыш салып жіберіңіздер, онымен бірге араластырып. Бұл жерде біраз видео ускорены, сіздер қатты жылдам араластырмаңыздар. Массамызды жақсылап араластырып, жан-жағындағы ұнды жинап аламыз. Түбіндегі бүкіл ұнды көтеріп араластырыңыздар. Араластырып болғаннан кейін кольцоға құямыз. Түбінен байқап салыңыздар, егер ұн қалып жатса, араластырып жіберіңіздер. Бетін тегістейміз. Бетін тегістейміз де, енді духовкамызға жібереміз. Духовканың қызуына байланысты 30-45 минут. Дайын болғаннан кейін осылай сеткаға аударып қоямыз. Суығаннан кейін пышақпен өтіп шығып, жан-жағын алып шығамыз да, бисквитімізді демалдырамыз. Кем дегенде 2-3 сағат, ал уақытыңыз болса, бір тәулікке целлофан кигізіп қойып қойыңыздар. Бұл бисквит менде 8 жұмыртқадан жасалды, 5 дөңгелекшеден 2 килограммдық торт шығады. Бисквитіміз осындай нәзік, үлпілдек, жұмсақ болып шығады. Бұл менің көп сұранысқа ие торттарының бірі, бисквит және крем-чиз. Осы жол кремді қызғылт түске бояп, осындай әдемі торт жасадым. Ал достар, осы рецепт сіздерге пайдаларыңызға жарайды деп ойлаймын. Берекелі болсын. Торттың көлемін
начинкасын, кремін өзгертіп, әртүрлі торттар жасап, туыстарыңызбен, туғандарыңызды таң қалдыра беріңіздер. Рецепті сақтап, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше. Видеоға түспей қалған кетемдер. Жерде бисквитті кольцодан шығару жолын көрсете кетейін. Бисквитіні суығаннан кейін осылай пышақты кіргізіп, шетінен айналдырып шығасыз. Сонда бисквитіңіз жеңіл алынады. Бисквиттерді міндетті түрде пищевой пленкаға орап, немесе маечка кигізіп, холодильникте сақтаймыз.